Ассалаумағалейкум, қалайсыздар ма? Шындық айт, тіпті ол ащы болса да дейді. Пайғамбардың өзі шындық айт, тіпті ол ащы болса дейді. Ал қазір шындық айтқан адамның көбісі я түрмеде, я өліп жатыр, өздеріңіз біліп жүрсіздер. Соның бірінен түк бірі Серікжан Біләш ағамыз. Ең қаһарман кісі десек те қателеспейміз. Енді провокация деп айтып жатсаңыздар, провокацияға өздеріңіз біліңіздер. Өйткені шындық әрдайым ащы болады адамға. Біреуге ащы тет, біреуге ақиқат көз жетеді. Сондықтан да көздеріңізді жай ашыңыздар. Болмаса көздеріңізді бақырайтып тұрып ашыңыздар. Ақиқатты табуға әрдайым тырысыңыздар. Әрдайым ақиқатпен жүруге ұмтылыңыздар. Соның бірі Серікжан ағамыз. Не істемеді ол кісі? Бүкіл нәрсенің барлығын қамтып, бүкіл нәрсенің барлығын істеді. Сіздер не айтсаңыздар, мен ол кісіні қолдаймын. Сіздер не десеңіздер де комментарияға былтырып әр нәрсе жазсаңыздар, жаза беріңіздер. Ол кісінің күнәсін көтересіздер біріншіден. Артына ғайбат сөз айтқан үшін. Ол кісінің түк те еш нәрсесі кетпейді біріншіден. Наоборот, сауап алады. Әр қазағым жалғызым деп алыста отырып, қарасаңшы, алыста отырып халықты ойлап жатқан Серікжан ағамыздай болсын сауатты. Өйткені пайғамбардың өзі Меккеде отырып, Византияның елді мекенді қандай қылды мысалы. Қарасаңшы, соның өзі пайғамбардың өзі отанынан тас боран атқылап қуып шыққан жоқ па? Пайғамбардың өзін, Алланың елшісін дәл сондай болып тұрған жоқ па қазір? Ақиқатты айтқан адам я өледі, я түрмеге түседі, я елден қуылады ол адам. Соның бірі Серікжан ағамыз. Сондықтан да ол кісіні қолдайық әрдайым. Әлдайым сол кісінің айтқан сөзін сөйлейік. Провокация емес бұл. Десеңіз дей беріңіз. Бірақ шындық айтқан адам, таза адам, шындықпен жүрген адам ең шыншыл адам деп ойлаймын.